Артық салмағыңыз бар, депрессияға жиі ұшырайсыз, немесе қант диабеті мазалай ма? Иә, мұның бәрі ағзадағы хром элементіне байланысты. Ал бұл жайлы нутрициолог маман не дейді екен? Алдымен соны көрейік. Хром организмдегі көмірсулар және майлардың алмасуын реттеп отыратын негізгі микроэлемент. Соның ішінде глюкозаның қандағы мөлшерін қалыпты ұстауға көмектеседі. Сонымен қатар организмдегі түрлі радионуклеидтер, токсиндер және де ауыр металдардың шығуын қамтамасыз етеді. Егер де хром жетіспеген жағдайда организм семіру, атеросклероз, диабет және де инфекциялық ауруларға ұшырайды. Хромның бір күндік мөлшері 250 микрограммнан аспау керек. Бұл не дегеніміз? Спортпен айналысатын адамдар 250 микрограмм қабылдау керек, ал егер де спортпен айналыспайтын болса, 25-35 микрограмм арасында қабылдау керек. Және де хромды күндізгі уақытта тамақпен бірге қабылдаған жөн. Мысалы, мына текшені бойымыздағы бүткіл жасушалар деп алайық. Егер хром жетіспесе, ағзаға енген қант, глюкоза жасушаларға дұрыс сіңбейді. Сөйтеді, инсулин гормонының жұмысы бәсеңдеп, глюкозаны ертуге шамасы жетпей қалады. Нәтижесінде еріп, жасушаға сіңіп үлгермеген глюкозалар мынадай артық майларға айналады. Ал оның алдын алу үшін ең пайдалы көкөністер брокколи, сарымсақ және пияз. Себебі үшеуінің де құрамында хром кездеседі. Бірақ есіңізде болсын, тамаққа қосып, барынша қуырып жібермей, жеңіл ғана бұқтырып тұтынсаңыз, бар пайдалы элементі бойында сақталады. Сонымен хром жайлы біраз ақпарат бердік, ендеше біле жүріңіз. Хромға қатысты тағы да